Сәлем, мен домбырамын. Қолымда мені ұстап, пернелерімді басқанда, әр дыбысымен жүрегіңе ерекше сезім ұялатамын. Менің жібек шегім, нәзік құлағым, менің сырлы да құдіретті үндерімді шығарады. Менің тарихым тереңде, бабаларымның рухы мен ізін жалғастырып келемін. Қазақтың кең байтақ жерінде менің досым мен батырлардың ерлігі, ақындардың өлеңдері, әншілердің саз естілген. Ал енді балалар, менің үнімді тыңдап көресіңдер ме? Мен қоңыраумын. Менің басты ерекшелігім, менің дыбысым өте анық, таза және әуезді. Мен металдан жасалғанмын, ал менің дыбысым соққы кезінде шығады. Мен әртүрлі өлшемде бола аламын. Үлкен, кішкентай, ал кейбірім өте ерекше әуендер шығара алады. Менің музыкалық рөлім әртүрлі болуы мүмкін. Кейде мен тыныштық пен бейбітшілік белгісін білдіремін, ал кейде қуаныш пен салтанаттылықтың символы боламын. Менің дыбысымды естіп көргілерің келеді ме? Ей балақай, мен дауылпаз. Менің үнім қатты, әрі қуатты. Дыбысым барабан секілді тарс-тұрс естіліп, көңілді думанның басталғанын хабарлайды. Мен батырлар мен ойындардың досымын. Қолыңмен ұрып ойнасаң, біз бірге керемет әуен шығарамыз. Енді менің үнімді тыңдап көріңдер. Сәлем балақай, менің атым Сыбызғы. Мен желдің жұмсақ әнін айтып беремін. Мені тыңдасаң, далада жайқалған шөптер мен жылқының шауып жүргенін естисің. Менің үнім сені тыныштандырып, жақсы түс көруге көмектеседі. Сәлем, мен саз сырнаймын. Мен саздан жасалғанмын, сондықтан үнім нәзік әрі жұмсақ. Мені үрлеп ойнасаң, құстардың сайрағанын, өзеннің сылдыры мен ертегідегі ғажап әуендерді ести аласың.